көрнекі. Бұл өрнек пәле қазадан сақтайды екен, яғни адамның өлімінен сақтайтын тұмар екен. Мұнда ынтымақ, береке, арлығы тосқауыл. Қазақтың кеңінен таралған оюларының бірі. Қазының оюы қазақтың 3-ші төлі қазанат айғырлары қазақи билермен будандастырудан пайда болған. Мойыны қаздың мойынша иілген, бойы биік, сирақты, қамыс құлақ, ботагөз болып келеді. Келген көшпелі тайпалар өнер әсерінен ғасырлар бойы қалыптасып бір жүйеге келген ою-өрнек түрлері. Қазақтың алғашқы ою-өрнек үлгілері Андронов мәдениеті мен байлықса күн, үйсін өнері мұраларынан геометриялық зоморттық жан-жануарлардың экологиялық және фантастикалық бейнелері, көгеріс өрнегі мен қиял ғажайып ою-өрнек